өте қатты жақсы көретінмін. Және анам бұл жолы осы үйде қалыңдар деп кетті. Және біз сіңлім екеуміз теледидар алдында отырдық. Және сіңлімнің небәрі 2 жаста еді. Ол маған ашпын деп айтты. Және мен кухняға бардым. Және барғанда сіңлімнің шыңғырған дауысын естідім. Мен жүгіріп сол тамға барсам, ол жақта ешкім жоқ. Тек сіңлім ғана отырды. Ол маған қорқынышты түрмен қарады. Ал мен болса қорқып қалдым. Не істерімді білмей телевизорға қарағанда ол қорқынышты кино көріп отыр екен. Және бұл көруге болмайды деп қайта кухняға бардым да тамақтарды алып атқанда ол маған: "Ей, я, анаяқта біреу жүгіріп жүр" деді. Ал мен қорқып тіпті мұзға айналып кеттім. Және сол тамға бардым. Қолыма тек пышақ қана болды. Және мен ол жаққа барғанда ешкім жоқ болды. Уф дедім де кете бардым. Мен өзімді бір маньяк секілді болдым. Және балалы көбісі балдар елестер көреді. Және мен сіңліммен кукла ойнап отқанда ол қарап: "Қабырғада бала жүр. Алдамай-ақ қойсаң болады" дедім. Және іште сіңлімнің шыңғырған дауысын естідім. Және мен ол не болды дегенде анаяқта біреу шкафта тұр деді. Мен жоқ дедім. Және мен телевизор көремін. Шкафта бір адам шықпады. Менімен бірге барамыз дедім. Және жоқ деді. Мен болса қатты шошып кеттім. Ол күлді. Бармаймын. Және ата-анамға түсірсе, ол ештеңе айтпады. Және бола береді деді. Және біз кино көруге бардық. Барғаннан кейін қорқынышты кино көрдік. Ал балдар жылап, ал менің сіңлім күлді. Ал мен оны біртүрлі. Және қызықты кино көрсе, кейбір балдар жыламайтын, ал сіңлім зеріп кететін. Мен сіңлімді өте жақсы көрем, бірақ ол өзі біртүрлі. Сіздермен болған мен Айару, келесі жүздескен